Сахих хадистерге қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сынық ыдыстан ас ішкендігі айтылады. Сахаба Аннас ибн Маликтен жеткен руаятта Алла елшісіне жұбайларының бірі ағаш ыдыспен ас жібереді. Асты алып келген қызметшінің қолынан ас салған ыдыс түсіп кетіп, екіге бөлініп қалады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ыдыстың екі бөлігін біріктіріп ішіне асты салады да жеңдер деп айтады. Өзі де қасындағылар да жейді. Содан соң иесіне сынық ыдыстың орнына бүтінін беріп жібереді. Осы хадиске қарағанда сынық ыдыстан тамақ жеудің ағаттығы жоқ. Сондықтан болса керек қазақта жарық тұрмақ жамаулы ас ішілген. Оған да көптеген мысал келтіруге болады. Соның бірі әлі күнге дейін ел аузында айтылып келе жатқан мына бір оқиға. Арал жағалауының Көкарал деген жерінде қонақсыз күнге көңілі көншімейтін Қармыс деген бай кісі өмір сүріпті. Халық оны қыдыр көрген Қармыс дейді екен. Bir күні сол Қармыс кешкілік ауыл жанындағы төбенің үстіне шығып айналаны шолып тұрса, жанына бірнеше салт атты жолаушылар келіп тоқтапты. Жаңағы жүргіншілер Қармыстан: "Біздер алыстан сапар шегіп келе жатқан жолаушы едік. Бұл ауылда қай үйге қонып шығуымызға болады?" депті. Сонда Қармыс бай: "Құдайы қонақ екенсіңдер. Олай болса жөн айтайын. Анау тұрған сырлы сөзді, сырлы аяқты Шыптыбай байдың үйі. Ал мынау тұрған көктеулі табақ көп етті Қармыс байдың үйі. Барамын десеңдер екеуінің де есігі ашық" депті. Ұзақ жолдан арып ашып келе жатқан жолаушылар сырлы сөз, сырлы аяқтан гөрі табағы көктеулі болса да еті көп Қармыс байдың үйіне барайық деп екінші көрсеткен үйге барып түседі. Демек, жарық ыдыс қазақта соншалықты маңызды болмаған дейік. Ендеше жарық ыдыстан ас ішпеу туралы қағидат қайдан келді? Жарық ыдыс туралы айтқанда мынаны да ескерте кетуіміз керек. Шеті ұшқан кесенің жырық жерінен сусын ішуде деген хадисте бар. Сахаба Абу Сахидте жеткен бұл хадисте былай делінеді: Алла елшісі кесенің жырық жерінен ішуден әр ішетін нәрсесіне үрлеуден тыйды. Бұған шарғы мынау: кесенің ойық жері дұрыс жуылмай, сол жерінде шоғырланған түрлі микробтар сумен бірге ішкен адамның ағзасына түсуі мүмкін. Сондай-ақ сынған шеті ерінді жырып кетуі де ғажап емес. Міне осы сияқты келеңсіздіктерден сақтану үшін Алла елшісі тыйған болса керек. Ал көнекөздер ыдыстың жырық жерінен шайтан тамақ жейді дейді. Шайтан сол микробтардан болса керек. Бірінші хадисте тамақ жеуге қатысты айтылып отыр. Сынық табақтан тамақ жеген адам қасықпен немесе қолмен алып жейді, және сұйықтығы жоқ тамақ жырыққа кіріп микробты алып шықпайды. Екінші хадис болса сусын ішуге қатысты. Сусын ішкенде көбіне ыдысты тікелей ауызға апарып ішіп жатамыз. Сондықтан да Алла елшісі кесенің жырық жеріне ішуді тыйып отыр. Әйтсе де жырық емес шетінен ішудің ағаттығы болмас. Тоқ етерін айтқанда шариғатта сынық ыдыспен ас ішудің күнәсі жоқ. Дегенмен бүтін ыдысты пайдаланған абзал. Әсіресе келген қонақтарға, үлкен кісілерге асты сынбаған табаққа салып, сусынды шеті ұшпаған кесеге құйып берген өте жақсы екен.